әкеме айтып қоймаңыз, олар өте бақытты отбасы болатын. Бірақ бір күні анасы ауру себебінен сүйікті күйеуі және енді ғана 3 жасқа толған сүйкімді қызын тастап, бұл дүниемен қоштасты. Сәби күн сайын әкесінен «Мамам қашан қайтып келеді?» деп сұрайтын. Ал әкесі қызын жұбатып, «Қызым, маман өте алыс бір жерге жұмысқа кетті» деп құшақтап ұйықтататын. Сөйтіп жүріп қызы 6 жасқа шыққан жылы әкесі мейірбан, ақкөңіл бір әйелмен танысады. Бір күні әкесі қызына: «Қызым, маман қайтып келетін болды. Сен маманың түрін ұмытып қалған жоқсың ба?» деп сұрады. Кішкене сәби ары ойланып, бері ойланып, басын шайқайды. Әке қызын аяп кетті. Бір жағынан сәл де болса жеңілдеп қалғандай сезінді. Ол әлі де бала ғой. Дәл сол сәтте есік ашылып, әлгі әйел кірді де құшағын кең жайып қызының есімін шақырады. Сәл таңырқап, жатырқап тұрған қызына әкесі: «Қызым, маманды танымадың ба? Тез маман деп шақыра ғой» депті. Сәби ақырын адымдай басып барып, «Мама» деп құшақтай алады. Кешкі астан соң әйел қызға ілесіп, оның бөлмесіне кіреді. Екеуі көңілді әңгімелесіп отырғанда, қыз: «Сіз менің мамам емессіз» дейді кенеттен. Әйел әрі тосырқап, әрі таңырқап қалды. Сәби қыз шошып қалған әйелдің қолынан ұстап, бәсең үнімен: «Менің мамам қайтыс болған. Мен оны атам мен әжемнің әңгімелерінен біліп алғанмын. Мұны тек атам, мен және әжем үшеуміз ғана білеміз. Әкем мен басқалар білмейді. Олар әлі күнге дейін мамамды тірі, алыс бір жерде жұмыс істеп жүр деп біледі». Жылап жіберуге шақ қалып тұрған әйелдің құлағына сыбырлап: «Бұл екеуміздің ортамыздағы сыр болсын. Әкеме айтып қоймаңыз. Ол білсе сөзсіз азаптанып жылайды» дейді, жаңа тапқан анасын құшақтап. Бұл сәтте есік сыртында үнсіз тыңдап тұрған әкенің көз жасы көл болған еді.